Егер адам басқа ЖСН-ге жарналарды төлесе, дұрыс емес күнді көрсетсе немесе қате деректерді көрсетсе, ақшаны қайтаруға немесе басқа кезеңдерге қайта бөлуге бола ма? Мәмс төлемдерін басқа кезеңдерге қайта бөлуге болмайды, бірақ оларды қайтаруға болады. Ол үшін азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына өтініш жазу және төлемді растайтын құжаттарды қоса беру қажет. Мемлекеттік корпорацияның мекен-жайын олардың сайтынан табуға болады. Өтінішті қарау 15 жұмыс күнінен аспайды. Ақша төлем жасалған тәсілмен қайтарылады. Мемлекеттік корпорация келесі себептер бойынша ақшаны қайтарудан бас тартуы мүмкін. Өтініште банктың деректемелері дұрыс көрсетілмеген. Өтініш Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі нөмірі 478 бұйрығына бірінші қосымша нысан бойынша жазылмаған. Өтініште қайтарудың дұрыс емес себебі көрсетілген. Өтінішке құжаттардың толық емес пакеті қоса беріледі. Егер ақшаны қайтаруға негіз болмаса, егер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен растау болмаса, қайтаруды Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетел азаматы рәсімдемесе.